Семей, Шығыс Қазақстан облысы, Семей тумасының өңірі бүкіл әлемге танымал Абай атамыздың өмірбаянына, оның шығармашылығына арналған іс-шарамызды өткізбекпіз. Жалпы биыл Абай атамызға 180 жыл, өздеріңіз білесіздер. Осы кішігірім кітапханамызда сіздермен бірге, қонақтарымызбен бірге осы іс-шараны атап өтуге бірге атсалысайық. Ендеше біздің қонақтарымызбен таныс болыңыздар, тағы бір рет таныстырып өтейін. Басты қонақтарының бірі Молдахметова Күләш Қайланқызы, Қазақ радиосының ардагері, ақпарат саласының үздігі, құрмет орденінің иегері. Және осы бүгінгі іс-шарамызға Абай атамыздың ұрпақтары да келген екен. Баймағамбетова Ләйла апамызды, Оразбекова Алмагүл Жусуповнаға, сонымен қатар Бесполинова Гүлнар Ғазизқызы Сарыарқа ауданының ардагерлер Лескин Төлепберген Әубәкірович, Аюпова Шамшыгүл Абдуалиевна, Нуркайна Зейнеп Шугаевна, Ата, сіз тағы да ой құшағыңызда бір нәрсеге толғанып отырсыз. Иә шағым, хақайттағым көп. Бірақ сөзің өте жеке-жектесе, жазудың мәні бар ма деп ойлағаным. Жазып қалыңыз ата, уақыт өтеді, бірақ сөзіңіз қалады. Ертең ұрпақ оқып түсінеді. Осы жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді өткізіп, енді қалған өміріміз, қайран өткен уақыт, енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз. Қалған өмір халық үшін, жастар үшін, айтылар сөз үшін. Оқымадың демесе болады дағы. Тілімнің келмегенін қайтушы ет дейді. Сонда оның тілі өзге жұрттың тілінен өзгеше жаратылған ғой. Абай Құнанбайұлы 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпасқа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі баяулы, берік болуы керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, көргенде ебіл атану керек. Көңілденіп, қоншыны ынтамен ұғу керек. Сол нәрсені ішінен бірінші уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салуға керек. Ой кеселдері, ойынсыз, салғыртып, ойыншы күлкішілік, бір қайдағы салыну, бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл төрт нәрсе күлі, ақыл мен ғылымды қоздыратын нәрселер. Абайдың 16-шы қара сөзі. Қазақ құлшылығы Құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып жығылып тұрса болған. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп. Алсаң ал, әйтпесе сауын бола жерде мал қазан ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл осы саудагерден қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп бәле қылмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымады демесе болады да. Тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылды. Абайдың 17-ші қара сөзі. Адам таза ұқыпты киінуі бұл дұрыс.
бірақ өз жағдайынан артық киініп сонымен мақтану бұл жаман әдет. Кербез адамдардың екі түрі бар. Бірі түрін, жүрісін, қылығын қолдан түзеп, жасанды болып көрінгісі келеді. Ал екіншісі жақсы киіп, жақсы ат арқылы өзге адамдардың назарын аударып, мен мықтымын деп көрінгісі келеді. Мұндай іс ақымақтық пен ұят нәрсе. Адам басқа адамнан ақылымен, білімімен, ар-намысымен, мінезімен озады. Ал байлықпен, киіммен, сырт көрініспен мақтану ол дұрыс емес. Өнерсіздігі, халық тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңды, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниені 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Абайдың 24-ші ғасыр сөзі. Осы күнде жер жүзінде 2 миллионнан көп адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақтылығы өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңды өтеміз бе? Жоқ. Қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, бірімізді біріміз қастық қалып, өнерді, малды түзден бөтен жақтан түзу жолмен іздеп өрістерлік болар ма екен? Әй, не болсын? 100 қараға 200 кісі соғын қарап отыр ғой. Әже, адамның сұмдығы не? Жүрегіндегі қаттылық, егіліп кеткен адам бәрі бар. Қайрат ақыл жол табар, қашқанға да қолданған. Әділет шаққа күнде бар, сол жарасар болған. Бастапқы екеу соңғысыз, өте қалса қазақтан. Алтын жалын, алтын мұз, ұрар едім қай жаққа. Жасында ұлы тексерерім, байласын көреді тексерерім. Ежік көзім түспеді осыма, қолымда мезгілмен өдіп сенерім. Бұл мақым қылмағалы кім жазалы, өдіп сенмесем бөстенерім. Адамның бір қызығы бала деген баланы оқытуды жек көрдім. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, марланып шаттанба, ойнап босқа күлуден. Ес нәрсеге қашық бол, ес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер малшашақ. Талап еңбек керең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асылыс бөлсеңіз. Қартайды қайғы ойладық ұйқы сөйлеп, ашуым ашығым ойын зерлеп. Мұнда саңға кісі жоқ сөйлеп. Құздығарлық кім көңілді көтеріп бола бермек. Құзыр болып түсі соқтақтайды аспарып, күз болып ұзылтыма берді басқан. Бермеймін қойған ма толған ма, жылқы ойлап бере башқандай басқан. Жылқышы жоқ бәтшек рухыдай жастар күні жүрмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсіп етіп жапырағынан айырылған ағаш бұлай. Жай тосам сол бір екі ай, қыстың басы бір ерте бір жай. Ерте барсам, тұмаңе отырабай. Ғашықтың діреті сөзбен, көзбен көрде ішпен той. Сүйесе жазар қате етпес, менің өзім күн. Ол тілге едіп оңтайлы, қамсыз біліп соңдайды. Біліп оғып қойшы, үйді ішіне қонбайды. Назғыл тұры қалмайды құсын қызын, асатыды құтырар жебін жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай ержер күннің көзі. Наздың көркі енеді жол құсымен, надан жастып жас күлер құрбысымен. Көрде жаңа тұрғандай жалмен кембір, талбаңдасар осымен. Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрінсіп, құшақтасып. Шаруа қуған жастардың мойны босап, сыбырласып, сұрласып, мақым басып. Сенбе жұртқа тұрса да қаншалықтар, әулиеттен ішіне қылып сақтап, өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылын жақтап. Өзіңді сеншілікке, әулиетпе, құмарпас болып, құлықты қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салқылдап сағын тұрған бойына етпе. Қайғы келсе қарсы қалып құлай берме, қызық келсе қызыққа оңғаққа ерме. Жүрегіне сүңгіде, түбін көзде, сынан тапқашына сылып тастай берме. Мендікі деп емес, Алланың аманаты деп қарады. Менде шіркінбейді, өйткені сен бар кезде өмір жүзгенде. Менде сен бар кезде жүрегімді таңатын. Саған ешқашан қош бол демеймін, тек аман жүр тоғжан.
абай тек бала сондай қазақтың ән өнерінің өлшеусіз үлес қосқан сазгер. Оның әндерінің терең сезім, табиғат әуені, жан дүниенің шашыл үні бар. Абай әндерін тыңдап, қазақ халқының үнін тыңдап. Ендеше әуезовпенен астасқан сәтті бірге тамашалайық. әлеммен жиі байланыстырады. Абай бізде өз өлеңдерінде табиғатқа ақын ойлануға және өзін тануға шақырды. Абай өзінің өлеңдері арқылы табиғатқа деген махаббаты мен біздің осы суретпен қазіргі замандағы тыныштық пен үйлесімділікті жеткізді. Онсыз ештеңе болмайды дейді. Және де әр 45 сөзінде өз мағынасы мен және де өз қасиеті бар. Мағжан Жұмабай өз өлеңде алтын хакім атаға деген өлеңде шын хакім сөзін асыл баға жетпес. Бір сөзін мың жыл жүрсе дамы кетпес. Қарадан хакім болған сендей жаны әлемнің құлағынан әні кетпес. Енді балалар, сіздердің талаптарыңызға нұр жаусын, Абайдың өлеңін қындырып, сіздердің көкірек көздерін әрқашанда ашық болсын. Әуелде бір суық мұз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулылық, қалыптыштан бұл қайраттан келеді. Білсек керек, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстап, сонда толық боласың ертең бөлек. Жеке-жеке біреу жарытпайды, жолда жоқ жарбесті жақсы. Жаман демек, ақыл да, ашу да жоқ. Тулап қайнап бір жүрек қылада деп. Біреуінің күні жүрек, біреуінің сөз. Ғылым сол жөнін білмеп деп. Абай атамыздың өте керемет сөздері бар. Мысалы, мен сіздерге қағыз болсын. Мұндай сөздерім бар. Ушақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Сіздер біздің болашағымыз. Сіздер Қазақстанды, сіздерге үміт нетеді Қазақстан.
жақсы оқыңдар, Абайдың өлеңдерін оқыңдар, жаттаңдар, көкіректерің әрқашанда жарық болсын. Балалар. Құрметті оқушылар, мына бұл да бір үлкен мерекелеріңіз құтты болсын. Осыны ұйымдастырып отырған жетекшілерімізге көп рахмет. Өйткені бұл өмір сабақтастығы, бұл тарихи жастарды бұрынғы келе жатқан жолменен, ақылменен, парасатпен, білімменен алға қарай жетектейтін көптеген сөздерді айтып жатыр. Міне сіздерге көрсетіп жатыр, міне осындай жағдай болады, міне осы кісілер қандай жолдармен жүрді, қандай ұрпақтары бар екен. Қазір өздеріңіз білесіздер, ол кісілердің ұрпақтары өте аз, өйткені бірте-бірте қандай жағдайлардан өтті өздеріңіз білесіздер. Қиыншылық кездерде мына аласапыран байларды қуғындап ашаршылыққа ұшырады. Олардың малдарын бәрін тартып алып кедейлерге беріп деп енді болды ғой. Сол кезде қашқан байлардың балалары қаншама қиыншылықтар көріп, олардың да өмірлері сондай қиыншылықпенен өтті. Соны сіздерге көрсін, білсін, естісін, егер ұрпақтары болса деп сіздерді әдейі осы ұйымдастырып отыр. Сондықтан мен көп рахмет айтамын бұл кісілерге. Мына өнерлеріңіз арға өрлей берсін. Айтады ғой, жастар әрқашанда білімді болу керек. Абай ата өздеріңіз айтып жастар, білімге үйретті, адамгершілікке, сабырлыққа, кішіпейілділікке, инабаттылыққа үйретті. Соның бәрін өлеңмен жеткізді. Өлеңді түсіне алмаған адамдарға қара сөзбен жеткізді. Өздеріңіз біліп отырсыздар, оқып отырсыздар. Бірақ соны толығыменен өздеріңізде шын жүректен, жүрегіңізбенен соны жаттап, кеудеге тоқу керек балалар. Мынау қазір телефон деген шықты ғой, телефонды кішкентай доғарып, рухани байлық алыңыздар. Келешек біздің келешегіміз, сіздердің келешектеріңіз тек қана оқумен, біліммен ғана дамиды. Егер оқымасаңыз, білмесеңіз, қазіргі жағдайда қандай жағдай болады, оны шет жағасын біліп жатырсыздар, оқыңыздар. Тіл байлықты арттыру керек. Біздің қазағымыздың тілі, діні, ділі дамысын дейтін болсаңыздар, сіздер қазақша оқыңыздар. Қазақ кітаптарын оқыңыздар. Қазақ тарихи кітаптарды оқыңыздар. Міне кітаптың түбіне жеткен адам жоқ. Білім деген өте теңіз, ол өте үлкен теңіз. Соның астынан маржандарды тауып теріп, соны көңілге тоқи білу керек. Атамыз солай деп айтқан. Абай атаны екінші, мына Әл-Фарабиден кейінгі екінші орында тұрған ғалым деп есептеді. Ғалымдар, ол кісі классик, ол кісі философ, ол кісі композитор. Сіздер әлі білмей жатырсыздар, ол кісінің күйі бар, 3 күйді халыққа берген, таратқан, жазып. Содан кейін тағы көптеген әндері бар. Ол кісінің біздің қазір жастардың арасында бір 3-4 қана әнді айтады. Көзімнің қарасы, айттым сәлем қалам қас, желсіз түнде жарығай, осындайлар. Ал мен сол мен ұрпағы емес, мен ұрпағын жалғастырушымын. Енді айтатын шығарсыздар, бұл кісі кімдер, қандай ұрпақ деп. Мен Абайдың қызы Күлбадан, сол Күлбаданның немере келінімін туған. Мен ұрпақ жалғастырушымын. Мен ол кісінің жаңа туысқаны емес, ұрпақ жалғастырушы, оны білетін шығарсыздар. Абайдың бәйбішеден туған ел жаңа 4 ол бір қыз болады ғой. Бәйбішеден, Ділдә бәйбішеден туған қызы. Сол кісінің немере келінімін мен. Менің енем де көптеген нелерді айтып отырды, тарихтарды, қиыншылық кезде, енді оны айта берсем өте үлкен тарих, оған мен тоқталмай-ақ қояйын. Көптеген қиыншылықтарменен осы мынау Шымкент облысына келіп жайғасады ол кісілер. Міне сол жерден өсіп-өніп, қандай көптеген қиыншылықтарменен әрине.
қорқады. Өйткені алады да оларды түрмеге апарып тыға берген. Міне сондай иә, сондай неміз біздің атамыз Дүтбайдың баласы Мүштай, сол кісіні халық жауы деп, жаңа байдың баласы деп халық жауы деп, ол кісіні 38-ші жылы Ақтар келгенде Гүлбадар алады, аударады олардың сөздерін, біраз ана орысша білген кісі жасайтады Гүлбадар. Біздің тәтеміз ғой. Сондай болған. Ал мен енді көпшілігінде Абайдың мына ұрпағын жалғастырушы болған екен, мен ылғи да ол кісінің мына өнерге жақын болған екен, ол кісінің халық алдында көп айтылмайтын, сирек айтылатын әндерін насихаттап жүрмін жастарға. Абайдың үш ән күйі бар. Ол торжырға, желдеріне, майтын. Өлеңдері өте көп. Одан кейін тағы ол кісі аудармашы. Орысшадан қазақшаға аударып, ол кісі нетіп отырған. Оған ән жазып, поэма жазып отырған. Енді ол өте уақытты көп алады. Айта беретін болсын. Иә, айтсам, Пушкинді, Евгения Онегинді, Татьяна. Бүкіл романды аудармасын қолқа салсақ, ән айтып берсеңіз. Қазір айтамын. Соның 28 өлеңді Лермонтовтан аударады. Бунин, Крыловты аударады. Мицкевичті, Гетені, қараңғы түнде тау яқып деген Гетеден аударады. Сол кезде бала қатты ауырып жатқанда, ол әскери қызметте жүреді. Абдрахман бірақ жас, 27 жастарында қатты ауырады, өкпе ауруымен ауырады. Сол кезде өте қамығып, Абай ол кісіге ән шығарады. Мен сол кісінің бір шумақ әнін айтып берейін. Мен сәлем жасамын, қарағым қалқамы. Қайғыдан жасыдым, барушы айтамын. Күн сайын күтемін, келер деп хабарым. Қайғырмай нетейін, болмаса амалым. Күн сайын күтемін, келер деп хабарым. Қайғырмай нетейін, болмаса амалым. Деп Абдрахманға қалай болғанын біле алмағандықтан ол кісі қайғырып үйде осындай өлең жазады. Ол арық көп, мен бір ғана шумағын айттым. Енді өздеріңіз білесіздер, халыққа оқыңдар, өздері оқымасаңдар да бала шағаларыңды оқыңдар, сауатын ашсын деп халыққа сондай жария салды ғой. Енді көп ол кісінің өкінетіні мына байлар тек қана мал жинасақ дейді, ал мынандай білім алу, балалардың сауатын ашу дегенді білмеді. Соған өкінеді. Сонда ол кісі мынандай бір шумақ өлеңін айтайын, ол ұзақ әңгіме ғой. Қор болды жаным, қор болды. Соларды айтып түсіндіре алмадым. Қор болып бара жатыр, мен сонша айтқанымды көп адам тыңдамайды, өзіне ілмейді. Сондықтан мен күйіп бара жатырмын деген мағынада айтады, қор болды жаным. Қор болды жаным, сенсіз бе менің күнім, бет бітті халім, тағдырдың салған зұлым. Салса егер Алла, не көрмейді пәнді. Тағы айтылмай жатқан бір ән көп естімейді. Бұрындары Роза Бағланова айтатын, ол кісіден кейін ешкімді естімедім айтқан «Қыз сөзі» деген ән бар. Ол қыз сөзінде
бұл кісі үйленіп балалы шағалы болғаннан кейін де бұл кісіге хат жазатын қыздар болған. Сол кезде сол Семейдің өзінде өте үлкен ғалым емес, молда Қатардың қызы Салтанат деген кісі хат жазады. Кімге? Абайға хат жазады. Сол хат жазғанға ол кісі ойланады да, мен енді талай жерге келіп қалдым. Мен енді не істеймін, мен қолымнан еш нәрсе келмейді ғой, бала шағам бар деген сияқты оған қалжыңдап жауап жазады. Қыз сөзі. Қиыстырып мақтайсыз, ойласаң не таппайсыз, біздері жоқ өзің біл, әлденеге бастайсыз. Тілегімді бермесең, амалым не жерлесең. Үйір қылма бойыңы, шыны жақсы көрмесең. Үйір қылма бойыңа, шыны жақсы көрмесең. Татьянаның әнін естіп жүрсіздер. Онегиннің оған берген жауабын естіп жүрсіздер. Оны білетін шығарсыздар. Сирек те болса айтылады. Татьянаның әні. Әңір қостың жар едім се, жар етілмай кетіпе. Ол кезде мен жас едім мен, аямасқа бекіме. Бұл Пушкиннің Онегин, өздеріңіз білесіздер. Сол аудармадан шыққан Татьянаның Онегинге ғашық болған, Онегин кейіннен өкініп Татьянаға жазған хаттарынан әндер болған. Енді оны сіздер ізденіп өздеріңіз оқып тыңдап алсаңыздар болады. Құрметті бүгінгі колледждің оқушылары, ұстаздар, мұғалімдер, келген қонақтар, мынау бір үлкен бір тамаша іс-шараның куәсі болып отырмын. Өйткені мынау қазіргі балалар қазақша сөйлемейді, қазақша айта алмайды деп көбісі айтып жүреді ғой. Бүгін сіздердің жаңағы қойылымдарыңызды көріп, оқыған өлеңдеріңізді тыңдап, жаңа қара сөздеріңіз қойған жаңағы азғантай ғана пьеса жаңағы Абайдың өмірінен өте тамаша. Бұл дегенім, мысалы, мен айтар едім, сіздер кәдімгі өзіміздің қазақтың отбасына шыққан қазақсыздар ғой айналайындар. Енді сендер айтпағанда кім айтар? Айтыңдаршы. Мен енді керемет риза болып отырмын. Мана бірінші қойылымда айтылды, жаңа Абайдың сөзіне, балам адам болам десең, өтірік айтпа дейді. Білесіздер ғой, енді бұл жерде жаңағы менің алдымдағы айтып кеткен кісілердің сөзіне барып қояйын. Абай данышпан. Данышпан деген сөз екінің бірін айтыла бермейді. Ол қалай данышпан? Абайдың әрбір сөзі, әрбір қара сөзі тәрбие, әрбір сөзі білім, әрбір сөзі кітап. Сондықтан да біз ол кісіні бүкіл мойындаған, бүкіл қазақ мойындаған данышпан Абай атамыз. Мен енді мына кісілер ұрпақтар екен, өте қуаныштымын. Енді Ләйла апайды бұрыннан білемін мен. Мен енді өздерің сияқты балалар қазақша мектепке бардым. Сендер сияқты қазақша колледжге бардым. Сіздер политехникалық колледж болсаңыздар, мен педучилищеге бардым. Қызылорданың педагогикалық училищесін бітірдім. Сол бітірген дипломмен мен күні бүгінгі дейін нан жеп жүрмін. Еңбегім ары қарай жалғасты. Мен жас кезімде адам армандайды ғой балалар. Мысалы, сендер армандайсыңдар. Мен мысалы дәрігер болсам екен, мұғалім болсам екен, құрылысшы болсам екен, ұшқыш болсам екен деген сияқты. Ал мен армандадым. Әрбір үйде ол кезде балалар сендер ата-аналардың ата әжелерін біледі. Кішкентай ғана радио жаңағы қабырғада ілулі тұрады. Басқа ештеңе жоқ, мынау телефон жоқ.
телевизор жоқ, газет жаңағы бір-екі дана, кішкентай ғана, оның өзі бір айда бір келеді, жаңағы бірден қолымызға тимейді, өздеріңіз білесіздер. Мен ауылдық жерде мектепке бардым, сонда кітапхана болды, кішкентай ғана шағын кітапхана болады, шағын ғана кітаптар болады, көп кітаптар жоқ жаңағындай. Азғантай кітаптар, азғантай газеттер, журналдар, соны кәдімгі отырып алып тұрып, осы парақтап оқыдым мен. Өйткені мен жаңағы өзім мектепте оқып жүргенде өлең айттым, хор болады, хорға қатысты, тақпақ жаттадық, көркем сөз оқыдым. Сол көркем сөз оқығаным маған өміріме үлкен азық болды. Мен Қазақ радиосының 50 жыл жұмыс істеген диктормын. Диктор деген ондай оқу орны жоқ, дикторлар дайындайтын оқу орны деген тіпті жоқ. Тек қана дауысы әдемі, көркем сөзді оқи алатын таңдайды конкурста. Сол конкурстан мен өтіп, менің мамандығым микрофон алдында ғана отыру. Микрофон алдында отырам, жаңағы журналистердің дайындаған хабарларын, олардың жазған өлеңдерін, ақын жазушылардың. Мен соларды әдемілеп тұрып, жаңағы радиодан оқып тұрдым. Мінекей менің барлық еңбегім, айтайын дегенім, Абай атамыз айтып кетті. Адал еңбек, еңбекті сүй, өзінің мамандығыңды сүй. Ал егер мысалы мен мамандығым, мен сол көркем сөзді ұнатпасам, мен диктор болар ма едім? Бола алмаймын ғой. Мысалы менің медицинадан қолыма келмейді менің. Мен кей кездерде биші болғым келді, армандарым шіркін билеп жүрсем ғой сахнада деп жаңағындай. Ол менің қолымнан келмейді, мынау жаңағы менің қолымнан келмейді, движение ешқандай болған жоқ. Сондықтан мен радиода диктор болдым. Айтайын дегенім балалар, сендердің жаңағы көріністеріңе, сендердің мынау шығармашылық бүгінгі көргендеріңді өте қуанып отырмын. Қазақша жаңағы күй тартқан бала, қандай керемет айтыңыздаршы, күй тартып тұр. Ол қазақтың домбырасы, қазақ емес, қазақ, нағыз қазақ домбыра. Неге жаңағы бала қандай тамаша риза болып отырмын. Кішкентайынан ол бала домбыраға барған, домбыра сабағына қатысқан, қазір неге тамаша домбыра ойнап отыр. Неге Абай атамыздың бүкіл жаңа айтып кеткендері орындалып жатыр. Сондықтан сіздерге табыс тілеймін айналайындар, сабақтарыңызды жақсы оқыңдар, аман болыңдар. Қазақстанымыздың кәдімгі болашағын жалғастыратын, Қазақстанды сырттағы, іштегі жаудан сақтайтын тек қана сендер. Солай ғой балалар. Сондықтан көп рахмет. Бүгінгі ұйымдастырған апайларына, мінекей Мария апайларың жүгіретке жүреді, мінекей тәрбие жағынан тамаша бүгісті жаңа апайларың. Сондықтан да мен сендерге өте риза болып отырмын. Абай атамыздың рухы риза болсын. Абай атамның өлеңдерін оқи беріңдер. Сендер түгіл балалар. Мынау үлкен біздер, мен отырған ардагер апайларың, ағаларың, біз әлі күнге дейін оқимыз. Абай атамыздың өлеңін әлі күнге дейін оқимыз. Кітабын ашып қалсаң, оның әрбір өлеңі, әрбір сөздер айттым ғой жаңа, тәрбие. Республикада ғана емес, бүкіл әлем бойынша қаншама тойланып, әртүрлі іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Міне бүгін тағы да бір тамаша кештің куәсі болып отырмыз. Балалардың өнерлеріне тәнті болып, керемет бір әсерде тұрмыз. Ұлы Абай Құнанбаевтың әрбір сөзі тек көркем әдебиет қана емес, ол үлкен тарих, үлкен тәрбие, үлкен өмірлік сабақтар деп білеміз. Міне көптеген шараларға сіздер қатысып отырсыздар. Сарыарқа ауданының ардагерлер кеңесіне біз әкімшілік атынан сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Өйткені қазіргі психологтардың айтуы бойынша, яғни бала тәрбиесінде ата-әжесінің рөлі өте үлкен. Тек ата-әжесінің мейірімін, ақылдығын, даналығын, еркелігін көрген бала толыққанды тұлға болып қалыптасады. Сондықтан да осы шараларға үнемі үзбей келіп, балаларға, өскелең ұрпаққа деген барлық даналықтарыңызды, барлық кеңестеріңізді айтып жатқандарыңызға сізге мың алғыс, барлықтарыңызға. Өтті ұрпақтар сабақтастығында, яғни тоғыз құмалақ, шахмат ойындары бойынша, яғни
біздің студенттер мен ардагерлер кеңесінің мүшелері ойнап, яғни тамаша бір ойын көрінісін көрсетті. Сол көріністер бойынша бізде шағын алғыс хаттарымыз бен сыйлықтарымыз бар. Осыны табыстауға рұқсат етіңіздер. Рұқсат болса, яғни алғыс хат. Құрметті Лескин Тілепберген Аубакірұлы, оқуға Құштар колледж, табысты колледж республикалық жоба аясында жұмысшы мамандықтар жылы бастамасын қолдау мақсатында ұйымдастырылған тоғызқұмалақтан өткен ұрпақтар турниріне белсенді қатысқаныңыз үшін сізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Сізге шығармашылық шабыт, күш-қуат, спорттағы жаңа биіктерді бағындыруыңызды тілейміз. Колледж директоры